Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Мерейгер кітаптар айдары аясында жазушылар Қабдеш Жұмадилов және Герольд Бельгердің шығармаларына қысқаша шолу жасауға рұқсат етіңіздер. Қабдеш Жұмадиловтың «Соңғы көш» романы әлі күнге дейін оқылымнан түспей, халықтың ыстық ілтипатына бөленіп келе жатқан шығарма. Себебі 1980 жылдарға дейін мүлде хабарсыз еді. Міне, дәл осы кезде Қабдеш Жұмадиловтың «Соңғы көш» романы дилогиясының бірінші кітабы жарыққа шықты. Сол кітап 40 мың дана болып шыққан және де сол тез арада таралып кеткен. Әдебиетшілердің айтуын жұртпай осы роман туралы осылай дейді. Қазақ идеясының қалыптасуына Қабдеш те батыл кірісіп, тосқын тақырыбымен күні кеше ғана тәуелсіз ел болған қазақ мемлекеті бар екенін қалың қауымға көркем шындық арқылы баяндап берді. «Соңғы көш» романы қолына тигенше Шығыс Түркістан мемлекетін өмір сүрген шекара маңындағы жұртшылық болмаса, жалпы қазақтың мағлұматы аз еді. Осындағы Жасыбай, Жағыпар, Нұрбек, Нартай, Оспан, Дубек, Тұрсын, Шәкен бейнелер арқылы айтылған қазақтың қазақтық қасиетін сақтап қалу идеясы әркімнің жанына орындалмайтын армандай болып ұялап қалды. Және де Қабдеш Жұмадилов өзінің сұхбаттарында осы романның шығу жайында былай әңгімелейді. Ол 1962 жылы Қытайдан келгенде «Соңғы көш» жинаған материалдары бәрі де өзінде болған. Сол кезде жазылған қол жазбалар әлі де бар. Сол кезде енді саясат дейміз солай болған. Ең бірінші романдарды бірден шығара қоймайтын. Әзірше оларды жазушы кішкентай әңгімелерді шығарып, өзін көрсетіп дегендей солай ғана шығармаларын жарыққа шығаратын. Сондықтан ол 1966 жылы «Жаз дәурен өлеңдері» жинағы шықты. 68 жылы «Қаздар қайтып барады» деген әңгімелері шықты. Содан кейін жастарға арналған «Көкейкесті» атты романы жарық көрді. Содан кейін ғана жазушы осы «Соңғы көш» романына жазуына көшті. Бірінші томы 1970 жылы бітірген. Бірақ оның шығуы да өте қиын болды, өйткені 4 дана шығарып баспаға өткізіп қойған. Бірақ заң бойынша осы роман сараптамадан өту керек та, мынау жарайды, басылсын деген сараптама шығу керек та сол кезде. Бірақ осы сараптамаға айтатын пікірін айтатын адамдар табылмаған. 1-2 айдан соң тілдей қағазға жазылып жауап келді. Көркемдігіне ешқандай сын жоқ. Бірақ та осы роман ішіндегі оқиғаларға қатысты біз жауап бере алмаймыз деген қағаз келді. Бізде осыны сараптайтын маман жоқ деді. Сондықтан осы тағы бір ұсыныс келді, осы романды орыс тіліне аударып Мәскеуге жіберуге, өйткені тек қана Мәскеуде осыны сараптайтын мамандар болған екен. Сол кезде жазушылар одағының төрағасы Ануар Әлімжанов, екінші хатшы Ильяс Есенберлин болатын. Одақтан ақша бөліп 2 адамды ортадан шығарып орысшаға аудартқан. Ғаббас Жұмабаев пен Төлеу Шаханов аударып шықты. 3 айдан соң аудармашы Ануар Әлімжановтың хатымен Мәскеудегі Қиыр Шығыс институтына жіберді. Мәскеу жақта ол тағы да бір 5-6 ай жүріп, содан кейін ғана жауабы келді, керемет жазылыпты деген. Дәл осы сұхбатында Қабдеш Жұмадилов өзінің романдағы кейіпкерлер жайында да былай дейді. Кейіпкерлердің көбісі өмірде бар, кейбірін тіпті атын өзгертпей бердім. Этнограф ақсақалымыз жағда Бабалықұлын полковник Жағыпар деп өзгерттім. Башпай деген сол өлкедегі атақты уәли болды. Бір өзінде бір совхоздың малы бар еді, ұлттық төңкеріске қатысқан. Қатысушылардың астарына ат берген, қару жағына көмектескен. Осы кісіні кіргіздім. Оспан Батыр бар. Біреулер үстімнен арыз жазыпты, атақты байды жазды деп. Жұлдыз журналына теріліп жатқан, сонда өзгертуге тура келді. Соңғы көштің жазылуынан басылу қиын болды деп еске алды сол кезде жазушы. Тағы да осы шығарымда айтатын шығармамыз ол Герольд Бельгердің
Алтасудан кейін орысша айтқанда «За 6 перевалами» шығармасы, ол 1977 жылы шыққан. Бұл кітаптың әңгімелерінде жазушының балалық шағынан алған әсерлері бар. Осылайша «Алтасудан кейін» новелласында ақсақалдар айтқан қазақ ертегілерінің сарыны, арам пиғылдары естіліп жырдан қырға дейін жеткен оғаш дыбыстардан жинақталған. Жалында балалар қорқынышын елесі естіреді. Кейіпкер кішкентай Еркеш автокөліктің әйнегін көріп, ертедегі шабандоздар мен жез тырнақтарды оны қуып жүргенде елестетеді. Балалар Бельгердің әңгімелерінде табиғаттың әр көрінісінде ғажайыпты көреді. Оларды су патшасы Сулейманның иеліктерін қызықтырады. Кішкентай кейіпкерлер Бельгердің әңгімелерінде күй секілді баяу өседі, созынқалы және бөлек. Олар ауылдан және жаңа адамдардан қашатын лента мен жолдың соңындағы Алтасудың артына жасырынып жатқан құпияға қызығушылық танытады. Ересектердің қатыгездігіне немесе ақылдығына тау болар олар үшін өсу жолындағы алғашқы қадам. Алтасудан кейін романда 1964 жылы Бельгер мен Нұрпейістің Тұщыбас шығанағына сапарынан жаңғырығы естіледі. Жазушыларға үлкен люкспен бірге 3 газ машинасына аудандық атқару комитетінің төрағасы келіп, оларды түнгі аң аулауға шақырады. Новеллалардың басты кейіпкері Әліке. Бұл кейіпкер авторға таныс биліктегі адамдардың жинақы образы. Әліке ешкіммен санаспайтын басшы. Ол Еркештің ата-анасымен теңіздің қарапайым еңбеккерлігін мазақ етеді. Ол тіпті кішкентай Еркешті де мазақтап үлгерген. Әліке бір сәтке ғана ашуланып баланың бұл әрекетін бірден ұмытып кетті. Билікке соқыр болған тиран ешқашан баланы және оның ата-анасын таза ішкі дүниесін көрмеген. Сонымен қатар жинақта Передалю өмірбаяндық повесі бар. Негізі идея повесі бұл неміс қоныс аударушылар мен қазақтар арасындағы қарым-қатынас. Қазақ батырларының тұтас калейдоскопын енгізе отырып, Бельгер қазақ мінезінің мәнін, оның қарым-қатынас сәттерінде көрінісін, асыл қасиеттерін, табандылығын, қауіп-қатермен, өліммен күрестерін көрсетеді. Ал осы кездегі барлық ұлы отан соғысы кездері деп баяндайды. Не осындай қысқаша шолу осы шығармаларға, құрметті оқырмандар, оқыңыз, танысыңыз осы кітаптармен. Келесі мереке кітаптар айдарында көріскенше сау саламат болыңыздар.